Қайырлы күн. Бүгін біз Инстаграмда бизнес аккаунтты личный аккаунт етеміз. Ол үшін Инстаграмға кіреміз. Инстаграмның оң жақ жоғарыда 3 сызық бар. Сол 3 сызыққа басып кіреміз. Одан біз настройка деген батырманы таңдап аламыз. Яғни настройка батырмасы бірінші орында тұр. Ол батырманың ішіне кіріп, біз ішінен аккаунт деген батырманы басамыз. Аккаунт батырмасына кіргеннен кейін ең соңында көк сызықпен сменить тип аккаунта, добавить новый персональный аккаунт деп тұр. Осының ішіне сменить тип аккаунта дегенді басып личный аккаунт етеміз. Бұл жерде переключить на личный аккаунт, перейти на бизнес аккаунт деп тұрады. Соның ішіне переключить на личный аккаунт дегенді басып личный аккаунт етіп аламыз. Личный аккаунт ол не үшін керек? Личный аккаунт бұл аккаунтты, яғни Инстаграмды жапқан кезде, закрытый аккаунт еткен кезде керек болады. Маған ол керек емес, сондықтан мен сіздерге осы аккаунтты видео ретінде түсірдім.